Кеш жарық эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта Әбілмансур Сериков, Гүлназ Жоланова, Мақпал Исабекова, Ашым Ахметов және Сабина Мавлаева. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіздер. Проходите. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер. 27 тамызда үлкен экрандарға жаңа 14 күн фильмі шығады. Бізде тизер бар, соны көрейік. Жігіттер, негіз сендерді бір шаруамен шақырдым. Маған бір апта уақыттарыңды арнай аласыңдар ма? Бұл менің соңғы тілегім болсыншы. Мен бір список жасап қойдым. Соны үшеуміз бір апта бойы бірге орындайықшы, бірге жүрейікші. Кеттік. Немене böyle жабаналар жазып тастағансың сен? Ұмытсаң сол күнді, Жақсы адаммен дос болсаң, қадіріңді біледі дейді. Мысалы, айтып отыр, көрдің ба? Әйеліңмен дос болсаң, үйіңе береке келеді дейді. Абырой төкпемен достарым көріп ше. Төкпеп тұрма, қазір мен шашам мен. аузына айыр жерің қазір. Қатын деген бар ғой, еркектің қас қабағынан түсіну керек қой. Не қабағы сендерді тез түсіндіретін. Отағасы, ақыры бір айға кетеді екенсіз. Башы болмадыңыз ба? Майланып кеткен сияқты. Шмелес жоқ, шашыңның майланып тұрған жоқ. Май! Сол ше, дуалап алған сияқты негіз. Дуаласа Брэд Питті дуалап алмай ма? Сен ақша туралы мен көшмаған жер. Сен туысқандарың постоянно ақша сұрағанын вот здесь сен надо Сені туысқандар мұзде стоят. Қазір ажырасқандар ақыл айтатын заман ғой. Күшік, не үшін? Мына маған бересіңіз? Не үшін болғанда ше, біз сізді күшік кезіңізден танимыз ғой. Бұл үшеуміздің бала кездегі арманымыз ғой, жігіттер. Мен бала кезде бар ғой, не айтып, не қойған есімде жоқ айналайын. Сен не сонша тупой санайсың ба не, а? Жалғыз өзің түскен сияқты поклон берсең. Бірінші сұрақ, Қанат Тасқан неге келмеді? Ол алқаш бүгін ішіп алып ұйықтап қалды. Ол бүгін тойда. Оған ақша важнее. Я вот это поняла, что у него ақша важнее. Из-за этого келген жоқ, да, Келген жоқ. получается? Съемкаларда сол үшін тоқтап қалған күндер болды, оның тойлары болған күні. Правда? Правда. Вы были знакомы до этого фильма? С кем? Вот со всеми, между собой? Да, мен енді бәрін білем, бәрін танимын. Әшім екеуміз группаласпыз. Я, кстати, айтпақшы, бізде фотосурет бар. Жүргенов академиясы. Это қандай жыл, получается? 91-ші? 90, иә, 96 жылдар. 96 жылдар. Мынау Көктөбе, осы жерде қонғанбыз, талай құшақтасып бірге. Ойбай. Мынау ішіп алған кезіміз. Получается, студент кезінде, иә? Иә. Академия қабырғасы, дипломный спектакльдер. Бірге оқыдыңдар. Бірге оқыдық. Манс жақсы оқыды ма, Ашым? Манс ең қатты оқыған Манс болды. Біз үш бала лидер болдық қой, Әшім мен, Нұржан деген досымыз бар. Нуча? Нуча. Үшеуміз лидер болдық. Нуча старшысы болды. Группада сол үшеуіңіз болған шығарсыздар. Нуча мен Әшім балдарға жауап берді, мен қыздарға жауап бердім. Қыздардың арасында Мәнсия деген атпен Қыздардың бірінші атаманы ол. Бірінші атаманның қыздардың. Сабина мен клубта таныстық. Гүлназбен ше. Клубқа барып көрмегем. Сабинамен тоже площадкада ма бір жерде таныстық, Гүлназбен бұрыннан доспыз. Бери руку. Кіммен, Мақпалмен, айтуға болмайды десең, да? Мақпалмен де бұрыннан таныспыз ғой енді, общий достарымыз көп. Орта бір болғаннан кейін. Бірақ мен Қанатпен таныстым осы жобада. Қанатты сырттай танитын, но вот на этом проекте я с ним познакомилась. Ну вот, кстати, не все знают, что Мақпал Исабекова, между прочим, училась в ГИТИСе на актрису. Білеміз.
Махпал, это какая роль по счету? Если считать все проекты, наверное, где-то 6-я, наверное. 6-я. Вот Да. мне интересно, как вы соглашаетесь на съемки фильма? Вот Как так. это происходит? Обычно присылается сценарий, да, Гульнас? Да. Потом вы А, читаете, ну, и- смотрите состав. Вот расскажите, как? Нет, мысалы маған бұл жобаға келетін болсақ, Алтынай атты кастинг директор хабарласты. Осындай да роль бар. Синопсис жібереді қысқаша, барлық толық сценарий емес. Синопсис бойынша осы оқиға жазылып тұрды. Оқыдым да, прикольно дедім. Ну, сізге басты кейіпкердің әйелі деді. Бірақ та қорықпаңыз, біз ол әйелді тек қана қасындағы не только возлюбленная, кішкене кеңірек болады, жаңағы ашылады деп айтылды. глубокий, Иә. ауқымды тақырыптар қозғалады мысалға. Содан кейін мен кастинг пробаға келдім. Пробаға келген кезде бізде 3 жігіт уже утвержденный деді. Кім деп сұрағанда, вот Мансур, Айшым және Қанат деп айтқан. Жігіттерді бірінші таңдаған, содан кейін не қыздар, мен солай келдім бұл жобаға. Махпал, вот как ты согласилась на фильм? Маған бірден видеопроба түсіріп жіберуге ұсыныс түсті. Видеопробаны түсіріп жібердім. И режиссер утвердил. Ақша ғой, ақша. Потому что... Жоқ, ол да бар еді, несін жасырамыз, ол да бар, бәрімізде күн көріс қой енді. Мы все работаем. Біздің нанымыз, да. Біздің жұмысымыз, Это как нанымыз. такая Күле бермеңіздер, ремарка сіздерде оңай небольшая. емес. Мне под одним, с какого-то концерта, под одним видео, рилсом написали, осылардың басқа жұмысы жоқ па? А я на концерте пою, я пишу, Айналайын, это и есть моя работа. Да. Нет, на самом деле, очень интересный проект, очень интересная история и тема, которую затрагивает этот фильм, она очень глубокая. Вот, допустим, вы сейчас посмотрели трейлер, и кажется, что это такая легкая комедия про 3 друзей, которые там вместе росли, учились и так далее. Но я думаю, что каждому нужно сходить на этот фильм. Как минимум вы удивитесь, как максимум, наверное, ваше сердце откроется. Я думаю, можно будет увидеть со стороны свою семейную пару. Да? Я так понимаю, что там Каждый 3 сможет увидеть, психотипа 3 семейных пар. Да. Да? Трейлерде көрсетілмеген фильмнің мысалы несі бар, Изюминкасы. бар. Оны тек қана киноға барған Барған кезде кезде. көрермен Спойлер көре болмайды, иә, алады, бүгін? иә. Жоқ. Біз спойлер ретінде айта алмаймыз. Оны айтып қойсақ, айта салайық, Джеки Чан бар ішінде. иә. Жақсы. Сабина, сен қалай келістің? Мені сол киноның продюсері выступленияға шақырады. Сол кезде сол жаққа танысып алады да жақын. Содан кейін маған Алтуш деген тоже Алтынай айтады. Проба жіберіңізші, видео проба деген сияқты. Сол кезде мен андай уже көп отказ алғанмын ғой мен өмірімде кинолардан. И сөйтіп, как попало жібере салам ана, неге түсіп, видеоға түсіп. Сөйтіп өттіңіз дейді, оказывается, күшті түсіп бергенмін. Сөйтіп өтіп кеткенмін. Керемет. Ашым, ал сіз ше? Мен арнайы деп бір нәрсе айтып отырсам. Менің ол киноның режиссері Олжас Нұрбай деген жігіт. Ол біздің Досымыз. осыған дейін көп проекттарда бірге жұмыс істегенбіз. Мошенникті ол да түсірді ғой, иә? Мошенники, қораға кірдік, бажалар. Біз Сәке. екеуміз түскен ол қораға кірдік, Сәке. Сосын тағы бір шетелдік бір проекттің режиссері болды Олжас, сол жерде түстім мен. Солай түстік, ол біздің потенциалымызды, қай рөлді қалай алып шығатынымызды жақсы біледі. Біздің спектакльдерімізге келіп көріп жүреді, ойнаған рөлдарымызды. Осындай роль, видеопроба жасап көр, егер келісіп жақсы шығып жатса, аламыз деді. Сонымен видеопроба жібердік. Көңілден шықтық деп ойлаймын, сөйтіп өтіп кеттік. Площадкада атмосфера қалай болды? Ол туралы Мен сонда қалай өткенімді сұрамайсыңдар ма? Или мен сатып алғанын біліп қойдым? Манс, просто мен сенен даже сұрап отқан жоқпын, потому что Сені сатып алатыныңды білемін дейсің ғой. Да. Рахмет. ты же покупаешь просто роли. Да, а как же? Басқаша өмір сүруге. Не, на самом деле я большой фанат Абельмансура Серикова. Без вот съека сериалда көргенде я просто, конечно, была поражена и Мансом, и Кобой, и в тот же год, в то же время сразу же записала с ними интервью. Я рассуждаю так: если в кино есть очень качественный актер, или 2, или 3, значит, это классный фильм. Очень правильное рассуждение.
А что ты один такой Иә. встаешь? Тургульнас. Атмосфера туралы айтып берші бізге. Қандай условия сіздерге жасап берді? Условия нашар болды. Вообще дым жасалмады. Қарнымыз Тамақ. ашып, күннің астында қарайып, сүмірейіп, отты. Қойлармен бірге отты. Қандай ағаштың түбіне олармен таласып итеріп қойларды. Иә. Қалжың ғой. Негізі бұл фильмнің продюсері біздің общий досымыз. Менің менеджерім, мына кісінің менеджері, мына кісінің менеджері, үшеуміздің де менеджеріміз. Біз оны білмегенбіз. Ол бізге ақшам бар кино түсірейін деп жатырмын деп айтпаған вообще. Аяқ асты киноға өтіп болғаннан кейін бірақ білдік. Сөйтсек ол біздің Маржан Амренова, біздің продюсер. Соны естіген кезде мен өзім қуандым. Шынымен де сосын енді айттым, Маржан, қолдан келгенше бәрін жасаймыз, көмектесеміз. Сен сұраған жоқсың ба, Маржан, ақшаны қайдан алдыңыз деп? Оны не істеймін сұрап, менің ақшамды берсе болды, маған бәрібір ақтынаса. Условия туралы. Бізде бір фото бар, давайте покажем, вот раскладушки, да? Міне осындай условия болды. Получается, гараждың қасында. Ана арамызда біреу ішіп алған жатыр, қасымызда. Біз екеуміз тауымыз. Соның есін жиғанын күтіп жатырмыз десең. Раскладушка шынымен күшті Ол күшті көмектесті. болды. Да? Өте күшті. Это какие-то навороченные раскладушки, Өте по-моему, да? навороченный. Әйтпесе бағасы да қатты қымбат емес, 45 мың теңге. Да? Кнопкасын басса, аяқтан су шығады, егер былай басса, былай көтеріледі. Да? Жоқ, Больницадағыдай ғой. кинода жүргенімізге, мысалы, мен жүргеніме 10 жыл болды. Былай қарасаңыз, мына раскладушка ондай қатты бір новшество емес қой, бірақ та бұның осы, мысалы, фильмде болғанның өзі, оның өзі деген қазір біз үшін үлкен қуаныш шыны керек. Насколько біздің қазақстандық актерлер қарапайым, да? Да. Просто даже раскладушкаға қуанамыз ғой, шер әше. Соған мәз болдық қой. Сосын, Нет, мысалға... иногда просто хочется аяғыңды созып отыруға, жатуға, а, допустим, не Ну, всегда для этого же есть условия гримвагены. именно площадки. Сендер Ну, шли киноға гримваген. бір күн түсіп сөйтіп айтпайтын жатсың. Айтамын, бір емес, 2 күн түстім. 14 күн. 16 күн жүріп ештеңе демей отыр. А вот Деме басқа проектті айтпай қояйын, енді мен уже Мақпал, а 30 сколько күн. ты снималась в этом фильме? Во У сколько меня дней? именно в этом проекте был один съемочный день. Всего лишь? Да, да. Ман, сенде ше? Потому что я была задействована в другом Бас проекте. аяғы болдық қой, біз 15 күн. 10 жеті, да? 16 күн. 16 күн. Гүлназ, с самого Один начала? без. 5 Ну, күн. қыздардың линиясы ондай қатты көп емес, менде 5 күн болды. Слушайте, Қыздардың классно, ішінде- получается, всего 1, 2, 3 дня, и можно вот так вот быть киноактрисой. Нет, Енді если у можно вас... деп шли үйіп артық кету болмайды. Профессионал болғаннан кейін бір күнде бітіріп тұр да просто. Нет, я просто Профессионал думала, болмаса что... созылады да ол да ары қарай 5-6 күнге. Хорошо, Ақшасы кетіп. Сабина, сен қанша күн түсірдің? Жоқ, біз бір күнде таңертеңнен кешке дейін түсірдік қой. Бір күнде Одна тоже? смена, да. Маржан, а что вы меня не пригласили? Я думаю все время, что кино снимается долго. Нет, это Нет, долго нет, нет, снимается? это же Нет, был- долго. от Долго снимается. сюжет, в смысле от того, насколько персонаж раскрыт и сколько у него там вообще он присутствует в фильме, допустим. От этого тоже. Манс вот 16 дней, он главная роль у него. То есть, получается, Мансур в главной роли все время. Да он все время Да. был. И мысалға Сабинада бірақ сахна болғаннан кейін бір күн түсірдік соны. Бірақ сахна. А Қанат ше? Қанат туралы әңгіме бөлек, оны бөлек айтамыз. Қанат Мансұр ішеміз бірдей жүр ол. Басты рөлде Ашым, Біз Қанат соны и Манс. әйелдеріміз. Үш А жігіт. бұл кісілердікі бір күн болғанымен ол кинода ауқымды орындары бар. Біз управляем. Деп бізді жұбатып қояды. На самом деле олай істейді. Сонымен условияны айтқан кезде, Иә. мысалы біз қалада түсірдік, қаланың шетінде ауылда түсірдік. Ауылда. Сол кездері, мысалы, крафт деген нәрсе бар ғой. Қазір крафт-ваген деген пайда болыпты, көзің ашылғыр. Сол крафт-ваген бізбен бірге ауылға кетті. А что такое крафтваген? Крафт-ваген это Кофе, чай, айс кофе. латте, айс капучино. Да. Три вида завтрака, 3 вида обеда, Да, 3 вида бахли, в ужина. общем, бәрі. Соның бәрін ауылға Круглосуточный апарды, сэндвичи. условия жасап бізге. Ауыл райдерде бар ма сендерде? Райдер деген бізде Қазақстанда жоқ мүлдем өзі. Тек шетелден келгендерде райдер бар, бізде жоқ. Жоқ, Ман, сенде, наверное, точно райдер бар. Аллаға шүкір енді, бар енді, бірақ енді шли енді, ондай емес енді. Сол бізге сол кәмпит пішіне болса Білмеймін, болды, маған соны шай ішіп отырады. продюсерлер бәрі айтады. Капучиноны 3-4 рет сұрайды. Кім? Бір күнде. Актерлер? Сұрайды, не істейміз енді. Да. Ну зачем 4 раза пить капучино? Кофеин керек, Кофе шашаймыз нужен, потому что там в середине, я не знаю, рабочего дня ты уже засыпаешь. да. Жаңағы, мысалға, туалет ваген бар, мысалға. Ауылға барған кезде көршілердің үйін қағып, кешіріңіз туалет келіп шықсам бола ма демейсің да, өзің туалетің бар да барасың сояққа. Вот сондай жағынан
жалпы атмосфера не керек, не ішем, не жеймін. Өте жомарт кісі біздің продюсер, киноның продюсері. Қарсылық көрмедік, Аллаға шүкір. Қарбыз болды. Бірақ мен байқадым, қазіргі продюсерлер, заманауи продюсерлер, олар вот условия сразу создают. Бәрі емес. Да? Бәрі емес. Мен бірақ енді шынымен... Ну ты же снимаешься во многих фильмах. Иә, енді бәрінде шли ондай жағдай жасала бермейді, Да? маржан тікіндей. Шын айтамын, ол рас нәрсе. Бұл жерде кәдімгі бөлек болды. Хорошо. Өзі бірінші рет бастап атқаннан кейін, может быть... Что она не знает тебя. Ештеңе білмей тұрған. Иә, кейін... Что можно экономить на этом. Қысқата салға болады, ананы алып тастасаңдар, лежактарды алып тастаңдар, полиэтиленді апармаймыз, болды, сөйтіп ауылдарға кіріп жүрсін деп айту мүмкін шығар келесіде. Білмейміз оны. Бірақ енді дегенмен де осы біріншісі болғаннан кейін шынымен де қатты көңіл бөлінді соған нәрсе. Мен өте қуандым. Рахмет, Маржан, Алла разы болсын жаным. Ал гонорар сіздер үшін маңызды ма? Неғып маңызды болмайды ол біздің нанымыз болғаннан кейін. Не, ну иногда же, бывает, что за идею хочется. Бала шағың ашып отыра ма сонда за идею де? Сынок, я сегодня поработала за идею. За идею? Давай покушаем идею. Нет, Ашим. Как тебе такая идея? Да. Хорошо. Әрине гонорар да маңызды, бірақ кейде кейбір рөлдарды таңдаған кезде, оқыған кезде сен қатты ойнағың келеді анау рөлді. Ол саған солай ұнап қалады. Сен даже кейде тегінде түсе аласың. Егер Бірақ роль сен, иә, соншалықты жақсы болып тұрса. Жобаның жағдайына қарайсың ғой, егер жобада ақша жоқ, шынымен де идеясы күшті, меніңше көптеген сондай жобалар болды, иә, бір жас актерлардың жұлдызын жандырған, сондай кездер болса мүмкін болады. Бірақ та егер де сен ол андай франшиза немесе ол жақсы бюджеті бар фильм екен біліп тұрсаң, әрине гонорар маңызды. Манс, У меня есть директор. кто был на площадке самый капризный? Вот по-честному. Сабина. Ұялмай. Сабина. Сабина. Кейін келді ғой енді площадкаға. Біз оған дейін площадкада бәріміз жүреміз. Күшті, анау мынау келді, атмосфераны бұзды, анау жоқ, мынау жоқ, кружканы лақтырды. Мен мынаны кимеймін, маған мынандай мейкап болмайды, маған Dior беріңдер, Louis Vuitton, бір бөле қуып кетті, короче. Айттым, айналайын ау, ауылда жүр, қаяқтағы Louis Vuitton, қаяқтағы кішкене не қылса, жоқ деді. Сонымен жарты күнге тоқтады съемка. Өз бір сахна, соң кешке дейін түсіріп бітірдік қой, Аллаға шүкір. Қалсы. Жоқ, негізі андай капризный дейтіндей, капризный ешкім болған жоқ. Негізі бәрі дружно, күшті. Бүкіл пабликтар осы жерін салып қояды ғой. Әдемі ғой, сала берсін. Сол керек емес па бізге? Но вы режиссеры все слушались беспрекословно? Вот режиссер Режиссер туралы главный айтқан на кезде, мен площадке. алғашқы жұмыс істеуім Олжаспен. Біз Олжаспен негізі 2014 жылдан бері таныспыз. Бір сериалда түскенбіз. Ол кезде Олжас актер, ол кезде Америкаға дейінгі оқиғасы, одан кейін Америкаға кетіп оқып келіп режиссер болды. Неше біз дейтін сол бір 6-7 жыл Олжасты көрмегем, содан кейін алғашқы жұмыс істеуім. И бұл жердегі менің қалай айтсам болады, алғашқы тәжірибем. Ол менің ескі досым, жаңағы әріптесім. Енді оны бірінші рет мынандай режиссер ретінде позицияда көрдім, және өте қуаныш, қалай айтсам болады, Ұнады. Комфортно было. очень комфортно было, очень удобно было, и очень было приятно смотреть на то, как он классно вообще как его, ставит задачи, объясняет. Сондықтан Олжасқа бізден үлкен сәлем. Олжаста қанша дубль обычно? Ну, если күшті болатын болса, максимум 2 дубль. 2 дубль. Максимум. Да, Егер ол жақсы кезде- болып тұратын Аха. болса, ол созып отыра бермейді. Если нравится, бар ма, ұнап тұр ма, бәрі орнында ма? Ну, 2 дубль это прекрасно. Өзіне не керек екенін біледі. Егер сен иә. сол керек Артық нәрсесін қинап берсең, отпайды да. снято болады. Кез келген роль ол актердің ішінен шығады ғой, іштегі фильтрынан шығады. Иә. Сондықтан кез келген рольда сенің частичкаларың болады деп айтуға болады. Олсыз невозможно деп ойлаймын. Но мне кажется, режиссер всегда ждет, да, от актера тоже, чтобы он что-то тоже добавил Конечно, свое. конечно. Ол енді по-любому өз ішінде жаңағы рольді пісіріп, роль енді өзі көріп, соны сезіп шығару керек қой енді. И ол сезіледі да. Ал сіз финальный вариантты көрдіңіз бе? Киноның ба? Жоқ. Киноның. Біз жоқ, біз премьераны күтіп жүрміз. То есть вы всегда премьерада көресіңдер, да? Мен өзім Не, ну не всегда, иногда можно пойти там, если приглашают на закрытые. Жоқ, именно өзің түскен. Бізді бірақ шақырған Да, жоқ, соны иә, айтып бізді тұрмын. Да, жоқ, шақырмайды мен ешқашан. премьераларда ғана көремін. Я в целом редко бываю прям вот довольна на все 100% любой своей работой, потому что я всегда смотрю с критической точки зрения. Почему? Поэтому, ну не знаю, я вот для себя самый большой критик. Я не могу сказать, блин, какая классная. Нет, могу иногда в зеркало глядя, а вот именно что касается работы, мне сложно.
Потому что я всегда вижу, что можно было лучше, вот так, вот так. Ну, это перфекционизм во мне. Не очень хорошая черта. Гульнас. Ой, примеры. Шынымды айтсам, мен қобалжимын премьера барғанда, местами кринжую. И премьералар сондықтан ұнатпаймын, прям терлеп, қобалжып шығам. Очень тоже мақпалмен келсем, редко прям могу быть довольна собой. Так интересно, да, приходить на премьеру и не знать вообще, что получилось. Классно же. Ну, Вот не это, знаю. мне вот это ощущение нравится. Нравится, да? Көп киноларға түспедім. Бірақ Малайда ұзақ түстім ғой, Малай фильмда. Я. Кастингке келдің ғой сен. Екеуміз негізі партнер болдық та как раз пробасында. Бірақ мен уақытым келмей қалды да, сонымен мен бара алмай қалдым. Жоқ, бұл кісілер мені менсінбеуі мүмкін. Қой менсінбейді демеші. Типа аз нелер деген сахналар, бірақ маған бұлар 16 күн түсетін ақшаны маған сол күнде беріп тастауы мүмкін да. Иә, и мысалға біз енді жаңа кішкене өзің айтқандай кәртиіп қалғанбыз. Түспейді суретке қырғыр. Блогер ғой. Енді мен жан-жақтым ғой енді. Өзімді өзім мақтамасам, бұлар мақтамайды. Барахолкада ташки теретіні бар. Зеленый базарда манты пісіретіні бар. Кетші, блин. Айтпақшы, ол официант болған. Білем, мен де официант болғам. Я. Правильно же? Ты же официанткой работала. Бәрі болдым ғой. Я. У нее такая сложная жизнь была. Посмотрите наше интервью. Премьера деген всегда актер үшін праздник. Ол күні сен уайымдап барасың. Бірақ менде андай нәрсе жоқ, андай бүйтіп, ойбай, көре алмаймын өз-өзімді деген сияқты. Себебі мен өзімнің қандай екенін білем. Мен түсініп тұрам, что ана жерден қазір Брэд Питт шықпайтын. Мен түрім шығатын біліп тұрам, что моңғолский взглядпен, көзбен деген. Сондықтан мен үшін өзімді қабылдау оңайырақ. Негізі Әшім өте характерный актер да, многогранный актер да, пластилиновый актер. Ол геройды да ойнай алады, ол отрицательный да ойнай алады, ол қызды да ойнай алады. Мысалы бұл спектакльде қызды ойнағаны бар кәдімгідей. Да? Өлтіріп жіберген кәдімгідей. Да. Мен ананы көрдім да Әшімге үйленгім. Мне кажется, у тебя такое постоянное ощущение. Ол да бар енді. Нет, Оны жасырамайсыз. Әшім мен шынымен өте многогранный актер, жан-жақты актер. Иә. Үлкен, несі, ішкі... Но мне действительно тоже нравится, как вы играете. Үлкен. Күшті актер. Ана қарасам, мысалған. Да. Айтпақшы, Әшім Жургенов академиясында мұғалім болып жұмыс істейді, иә? Вы преподаете же? Да. 10 жылдай болды ғой. Слушайте, это круто, что вы преподаете. Вы снимаетесь в кино и параллельно преподаете. Да. И еще Аузенберг десек. Еще Аузенберг десек. Еще водный гимнастикаға қатысады. Скоро олимпиадаға жіберіп барамыз. Нет, а что преподаете? Актер шеберлігінен біздің Мансұр екеуміздің ұстазымыз Рахилам Абдрахмановна Машурова, Роза Қуанышқызы Рымбаева, Ислам Нұртазин, Айдын Сақаманов сияқты үлкен кісілерден оқыдық. Кейін оқуды бітіргеннен кейін магистратураға түстім, шетелге барып оқып келдім. Содан кейін өзімнің академияма, ұстазымның жанына көмекші ұстаз болып кірдім. Осы уақытқа дейін уже 3 курс бітірдік. Шәкірттеріміз, Аллаға шүкір, театрларда, киноларда. Шәкірттеріңіз бар, иә, сонда? Шәкірттері бар. Керемет. Жаслан Көпберген. Жаслан Көпберген қазіргі Әшімнің лидер шәкірттерінің бірі. Керемет. Қазіргі таңдағы, иә. Это очень круто, что вы параллельно еще передаете свое мастерство. Маған актерлік профессиясы неге ұнайды? Әр кинода жаңа мамандық ашылады, иә? Мысалы, менің білуімше, бұл кинода 14 күн сендер парапланмен ұштыңыз, иә? Иә, негізі... Но не с первого раза, я так поняла. Жоқ, с первого раза. Негізі парашют... У нас есть видео. У меня с первого раза. А у кого не с первого? Давайте посмотрим. У меня с первого раза. Вот, это кто не с первого раза? Это Қанат. Ол наоборот артқа қарай жүгіріп келеді. А кто это? Это Қанат. Қанат? Ол өзі кінәлі, осы күн ішпеген тағы да бұл. Ну, это страшно на самом деле. Нет, это страшно, но это не страшнее, чем прыгать с парашюта. Басында вообще парашют болған. Оны қоя бер, бүйтеді. Айтшы. Бүйтеді. Съемка басталып, болға отырдық. Сонымен чат ашылмай ма енді актерский чат? Актерлар бар, жаңа кастинг директор бар, WhatsApp. Сонымен жазады. Ағалар осылай-осылай
парашюттан секіретін болыңыздар, соңғы күні түсіреміз дейді ғой. Потому что если... Өліп қалсаң, кино бар да, болды. Өліп қалсаң, не жалко да, киноны түсіріп алған. Все уже. 16-шы күні парашюттан секіріп өліп қалуымыз керек екен да. И просто вырежут эту сцену. Иә, и кесе салады да. Өліп қалды осы кинодан кейін. Жатқан жер жайлы болсын деп ас бере салады, сонымен бітті да бұлар. Рахат. Кино бар бірақ өздерінде. Ертең сатып ақша табады сонымен, мысалға ше. Вот, сондай бір обидный нем бар енді. Ішінде қақ кетті сол кей. Сосын мен айттым. Айналайындар дедім. 5 бала бар дедім. Керек емес дедім. Өтінем. Парашюттан секіру үшін адам дайындалу керек қой кішкене. Бір күн бұрын дайындала салады екенбіз дейді да. Рахат екен да, адам аяғын қайырып сындырмай ма ол. Нет, там же просто была веревка на тартасын и все. Не, все, Вы прыгали с парашюта? Ну, я так примерно представляю. Примерно. Сен де әлі розовый очки киіп жүрсің ғой, динара 40 жасың 50-ге келіп ше қырды. Ой, не могу. Нет, там же инструктаж проводят, там где скажут, какие веревки дернуть и все. Инструктаж нужно проходить как минимум 10 дней. Там самое сложное приземление. Приземление. Там Ну, можно нормально, быстро бегите. Там можно ногу сломать, там можно позвоночник Ну повредить. хорошо, параплан что, безопаснее? Безопаснее. Да. Реально? Там попой приземляешься. Да? А, серьезно? Да. Нормально у вас все? Вообще С классно. попой. Только, Мне кажется, у Ашима все хорошо. да, только мен Покажи. бір жамбасым сынып кетті. Мен өзім лично андай карусельдер, анау мынау деген вообще қызықпаймын. Маған қызық емес ол нәрсе. Аттракцион. Иә, мен одан кайф алмаймын вообще. И алатын ондай қызығатын адамдарды да түсінбеймін. Сондай болады деген кезде бір-бірімізге жай сообщение жасап бастадық. Не істейміз? Точно бола ма? Еще чатқа емес, уже жеке личкаға жазасың да. Әншім не болды? Секіреміз бе, секіреміз бе? Отказываемся. Сол күнді кәдімгідей күтіп жүрдік уайыммен. Уф деп, наконец-то деп, басында қорықтық, уайым болды, тауға көтеріліп келе Жоқ, сендерде тренировка болды ғой, иә? Жоқ. Біз потому что Сол инструктормен күні барып тұрмыз уже съемкаға, тауға алып кетті, аяқ қолымызды байлап. тауға көтеріліп бара жатырмыз, бір-бірімізге қарап, жерге қараса, жерге қара деп қойдық. Жер ана жақта. Бір кезде ең үстіне шықтық, мынандайларды кигізіп жатыр кәдімгі. Уайымдап жатқан, үзіліп кетпей ма деп тексеріп қоямыз, жіптері мынандай. Бір кезде алып секірдік, мынандай бәрімізде стедикамдар, GoPro-лар болды. Менікі жерге құлады. Жоғалды. 300 мың теңге садақаға кетті. Басы түсіп кетті бүйтіп жерге қарай. Содан тағы да секіруге тура келді. Біз бір секіріп құтыламыз ба деп ек. Иә. Сосын кейін екіншісін ладно деп бүйтіп қолымызға сотка ұстап, ана жақта анау келем деген уақыт өтіп кететін болды. Онымен түстік. Сонымен уф деп құтылдық ау деп жүрсек, ол видеода жоқ болып кетті. Енді мен секірем скоро, тағы да. Не записалось видео? Ешкімде? Жоқ, у них записалось. Именно қорқан менде ғой. А именно, получается, Ашимде Мен жазылмаған. бісміллә деп секіргем, бұлар білмеймін. Екі рет, да, секірдіңіз? Екі рет Ну, секірдім. хотя бы сіз ләззат алдыңыз ба? Иә. Анау бүйтіп жүгірген кезде уайымдайсың, и бүйтіп кеткізіп бір моментте ұшасың кәдімгідей жерден. И сол кезде уже сезіне бастайсың. Полет. Классно, да? Анау түсіңде болады ғой, бір түсіңде ұшасың ғой. Иә. Аяғың бүйтсең ұшып кетесің, бүйтсең ұшып кетесің. Сол ощущениені сезесің кәдімгідей. Просто бүйтіп артыңа қарап қалсаң, бір адам тұрады, просто оны елестетпесең болды. Как будто ешкім жоқ сияқты өзің кете бересің. Сосын анау инструкторға айқайласам бола ма дедім. Бұл жерде айқайламағанда қай жерде айқайлайсың деді. Сонымен деп бүкіл стресс, анау, мынау. А қанша минут сонда полет? 15-20 минут. О, нормально. Да, я А думала, почему, быстрее. девчонки, у вас не было такой сцены? Потому что оларда бір күннен ғой. Я не знаю, вот правда, положа руку на сердце, мне кажется, я бы не согласилась. Почему? Потому что это страшно. Нет, потому что я знаю, у нас в интервью Махпал сказала, она тревожная мама. Да, Ты ну, типа, переживала я не бы за могу детей, давать да? шанс судьбе. Зачем мне это надо? Мне еще как бы детей растить. Да. Не, я боюсь, я боюсь. Я люблю экстрим. Американские горки. Вот Да это нет, я вот это Ну, вот. Сабина, мне когда- кажется, готова на все. Ой, көтемен болады ғой, тем более. Бұған подушка да керек емес қой, құрғыр. Я. Абильмансур, бұл кинода сенің балаң түсті, иә? Бірінші рет. Жоқ, бірінші рет емес, киноға ма жалпы? Да, Жоқ, киноға. бірінші рет емес. А, нешінші рет? Ода уже, по-моему, это 7-й или 8-й проект. А сколько ему лет?
13. Талантливейший ребенок, Копия, да? получается, растет. Да. Это Алла его разы. желание было сниматься в кино? Ну, вообще, да. Ол өзі қалайды соны. Жақсы көреді киноға түскенде. Бірақ енді актер бола ма, болмай ма білмеймін. Мен просто оған запрет қойғым келмейді да. Егер жүрегі қаласа сол нәрсені, адам жүрегі қалаған өзі жақсы көрген нәрсені істеген күшті емес па? Да. Иә, соны ләззат алса, содан табыс тапса әдемі да, и мен оған запрет қойғым келмейді. Но он уже в 7 фильмах Бұл снялся. Алаят Мансурдың баласы болғанда менің Иә, балам. негізі әшім баласы. Мен кіндік әкесі. Әшем кіндік әкесі. Керемет, Иә. керемет. Кішкентай кезден туылған кезде әшімге айтқам, әшім, мен өйстіп ниеттендім, сен кіндік әкесі бол. Осылай. Сол әкесіне қарап өсіп. Слушай, ну это так классно, у вас такая династия актерская, да? Иә. Абу Насыр Сериков, Абельмансур Сериков. Сериков и сын Алаят, Абдунасыр. Абдунасыр Сериков. Абдунасыр Алаят. Абдунасыр Алаят Сериков. Или как? Абдунасыр фамилиясы ғой, әкемнің Абдунасыр Алаят Абельмансур. Алаят его зовут. Алаят его зовут. Все поняла. Алаят Абдунасыр. Абдунасыр Алаят Абельмансур ұлы. Қиын аттар, иә. Екінші баламның аты Абдунасыр Әбілхайыр Әбілмансур ұлы. Үшінші баламның аты Абдунасыр Әл-Мансур Әбілмансур ұлы. Төртінші баламның аты Абдунасыр Әл-Расул Әбілмансур Да, ұлы. вы в курсе, что есть простые... Абдунасыр Әл-Сина Әбілмансур қызы. Вы в курсе, что есть простые имена? Марат, например, просто. Дастан. Дастан, да. Рустам. Керек жоқ, ей! Ой, керемет. Слушай, ну это так классно, да? То есть у них прям реально актерская династия. Мне кажется, ребенок, который растет в такой среде, он не может просто ничем другим заниматься. Ну, нет, почему? Может. У меня братишка, он Жоқ, футболист. мысалға Мансурдың өзі уже кішкентай кезінде мектепке бармай тұрып уже мамасымен бірге Ғабит Мүсірепов театрында өскен, Иә. сол жақта спектакльдерді ойнаған, Абайдың кішкентай кезін ойнаған да. Оны Сөйтіп келіп уже бізге курсқа түскен кезде уже бізде Уже Мансур готовый актер опытный болды, иә? актер болды, иә. Біз бәріміз этюд деген не, ол жануарды қалай жасайды деп жүрген кезде Мансына жақтан былай жасайды деп сразу. Бәрімізге көмектесіп, кәдімгідей сол жақта апайлардан кейін жанымызда жүрген Мансур болды. Ал сіздің қыздарыңыз ше? Менің қыздарым да түсті. 6 баламыз бар екеуміздің. Болатпен. Бұл кинода? Иә. Үлкен қызым Бөрте, екіншісі Айбике, екеуі түсті. Осыған дейін де мен бір кинода қыздарым болу керек болды, ол жерге де түсті, осы жаққа да түсті, олар да жайлап келеді. В общем, вы не стали далеко ходить, просто своих детей позвали, да? Бюджет жоқ, тегін біреу шақырайық деген екен, бала шағамыз қосты ғой. Гүлназ, ты своих детей, ты своего ребенка еще не снимала, да? Макуся? Нет. Не хочется? Нет. Почему? Я же дочь даже не показываю в Инстаграм нигде. Я не хочу. То есть ты их покажешь когда? Они Ну, сами себя, сына-то я наверное, уже показала, когда им полгода было первый раз, а дочку нет никогда. То есть дочь сама решит 18 Да, я лет? не хочу, чтобы когда она так шла, ее узнавали. Почему? Потому что это девочка. А вдруг ее кто-то обидит? Просто один раз я сходила со своим сыном в больницу, и ко мне подошли 5 человек, которые сначала узнали его, а потом такие: о, Махпал. И в этот момент мне стало прям, ну, не по себе. То есть это хорошо, я, допустим, с ним, да, а если он будет где-то без меня, например, с няней, на улице где-то. Сонда Поэтому... сен балаңды көре алмай қалдың ғой сол жерде, иә? Сен қайға кетіп баратсың мені танымай жатқан кезде? Дочку не хочу, короче, вот. Друзья мои, я предлагаю выпить макси-чай. У А нас, мы кстати, уже? есть новиночка макси-чай. Хотите попробовать? Кулпнай. И мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь. Мы здесь оформляем 3 арки. Здесь у нас будет происходить церемония регистрации. Гости наши будут располагаться вот здесь вот. Здесь будет дорожка наша торжественная. По этой дорожке будут заходить все наши главные гости. Ну и, конечно же, Саулеша, я жених, так невеста. устала. Может быть, Макси-чай тебя взбодрит? Саулеша, с этого и нужно было начинать. Как это вкусно. Ну что, продолжим? Продолжим. Біздің шоуымызда әртүрлі конкурстар бар. Бірінші конкурс Сулифа. В общем, вы играете в Сулифу. Кто проиграл, бежит до нашего оператора, а тот, кто выиграл, вкусненько ужинает. Бір, екі, үш.
ойын бітті десе. Бір жүгіріп келген екен. мен ойнасам аяқ. Мен есе ойнасам аяқ киім шешемін. Давайте, 1, 2, 3. Все, победил Мансур, это очевидно. Мне уже просто жалко Мақпал. Ал енді Сабина мен Ашым. Ашым! Жай бар ама десе, тез жүр. Жүгірген қара. По-моему, Сабина выиграла, да? Ал енді бізде финалда Сабина мен Мансур. Кім жеңеді? Беги! Молодец, Сабина! Мансур! Мансур! Все. Манс, вот просто опытный человек, понимаете, тәжірибесі бар. Победитель Мансур Сериков. Все, я на грани. Еще один дедлайн, и я беру билет на Тибет. Спасательная доставка. Кто тут страдает от офисной жизни? Ну, допустим, я. А что? Для вас набор «Офисное выживание ТИС» здесь. Подушка для обеденного сна в офисе. Массажер для расслабления шеи. Кружка с логотипом Late Night Show. Макси-чай, он всегда поднимает настроение. И барабанная дробь. Мармеладки с конфетками. Я же все это вроде бы не заказывала. Вас услышала вселенная. Ну, в принципе, неплохо. Если вдруг тебе это меняется, то можно заказать еще аромасвечи и гирлянды. Завтра доставлю. Я подумаю. Спасибо. Я хочу отметить, что сейчас, если вы заметили, Prime Era Мақпал Исабековой.
Махпал, но ты же чувствуешь это? Да. Как ты чувствуешь? Я дома не бываю. Ну, очень плотный график, да. Дети? Дети дома с мамой, с нянями. Ну, как бы вот они меня вечером видят, утром видят иногда. Пока так. Ну, не всегда, да? То есть гастролей же Ну да, очень да, много, да? гастроли и вот плюс были проекты. Мансур, сен Махпал Исабекованы көргенде нешеде болдың бірінші рет? Мен ол кезде Мақпал Исабекованы білген кезде мен 2-де ма сондаймын. Мен телевизор қарадымда, менің ең бірінші тілім шыққан сөзім... А так не скажешь, да? Вот просто на нас посмотреть вообще не Менің ең бірінші сөзім Мақпал болған екен ғой. Телевизорге қарап тұрып, Мақпал деп ғой. Ал Гүлназ Жоланованы ше? Да, у меня есть фотография даже. Да? 2006 жыл Мақпал суперстардың кейін, Ақтауға гастрольмен келген кезде, мен дейтін сол жерде билеген. Қай жерде? Суперстарда? Жоқ, жоқ, Нет, Ақтауда. я приехала с концертом, а она танцевала, маленькая девочка была. Сол концертте, сол көп қыздардың арасында мен бармын, суретім бар. Суретіміз бар, да. Ал 5 па 6 оқимын, Мақпал енді суперстардан шығып жатқан А Сабина әлі туылмаған, да, сонда? Сабина ол кезде планда жоқ. Гүлназға келетін болсақ, мен Гүлназ емес, Гүлназ мені көріп таңғалған. Сен шатастырма, қалқам. Ты помнишь, когда ты первый раз увидела Мансур Мансура? екеуміз ба? Екеуміз. Жоқ, біз как-то вот андай болады ғой, сен баяғыдан таныспыз, бірақ бірінші андай Бірінші таныстым, есімде жоқ мен. Иә, былай, Конкретно типа бір ортада жүрдік, Общий кругымыз болғаннан кейін, деп жүре беріппіз да. Иә, бірінші рет Астанада бірге жұмыс істедік, үлкен бір мюзиклде, иә. Аты қалай еді, ұмытып қалыппыз. Наурызға байланысты бірге Астанада түсірілімде боламыз. Содан кейінгі міне алғашқы киномыз осы фильм. Маған ұнайтыны Абельмансур Сериков театрда ойнайды. Астанада. Астанада. Не все, к сожалению, играют актеры в театре. Почему? Ойнаған, деп айтты. Ойнаған, да? Почему? Я же не... Вот ходила вроде зимой, ты же играл. 2 года назад я ушла. А, ушла? Это я что, 2 года назад ходила, что ли? Наверное. А почему ты ушел? Потому что проекты все были в Алмате. В общем, надо было выбрать. Театр әлде кино ма? Или кино деп. Мен киноны таңдадым. Сонымен енді солай кету керек болды, потому что мен в основном уақытым бәрі киноға кетіп жүрді. Мен тек спектакль ойнап кетіп жүрдім. Енді ояқта өзінің правиласы бар, ережесі бар театрдың. Сен азында келуің керек, биге, хорға қатысуың керек, репетицияларға қатысуың керек, жаңа спектакльдерді ойнауың керек. А менде кішкене оған уақыттың ыңғайы келмегеннен кейін сол екеуінің біреуін таңдауым керек болды. Сонымен мен бұл жаңалықты енді айтып отырмын, ешкім көбісі білмейді. Сонымен, в общем... Да, я вообще не знаю, что ты в театре играл. Я 12 лет в театре играл. Но мне очень жаль, что ты ушел с театра, потому что мне тоже я жаль, заметила разницу. Все-таки актеры, которые играют в театре, на класс выше киноактеров, и я думаю, что это вот, наверное, все-таки ежедневное оттачивание мастерства. Это спорный вопрос, Динара. Есть актеры, которые работают в театре, но нет опыта в кино, и они не могут сниматься в кино, потому что там придет пафос. Ну, разные ситуации бывают. Есть актеры, которые уже поймали этот центр. Но мастерство оттачивается, оно же каждый день. Да. Ну, каждый день, да, это ол жағынан әңгіме жоқ. Бірақ енді екеуі это разные, это екі түрлі нәрсе. Иә, ананы ойнап болып, мынаны ойнау, оған үйрену, екеуін бірге алып жүру, это сложно. А как часто у вас бывает такое, что вот вы снимаетесь в фильме, да, снимаетесь в кино, и через какое-то время начинаете жалеть, что согласились на эти съемки? Менде осы 14 күнде болды. Особенно, когда 16 күні парашюттан секіресіңдер деген кезде, мен сол кезде осындай ой келді. Жасырмай, десің да? Махпал, у тебя такого не было? Не, у меня такого не было. Я, наоборот, чем дольше нахожусь в проекте, тем больше влюбляюсь в сам проект, в людей, в группу. И потом, когда приходит время прощаться, я плачу обычно. Ну, с опытом уже нет. А было раньше, да? Когда-то, давным-давно, возможно, да. Сейчас уже басынан бастап синопсисті оқисың, қарайсың, режиссер таңдайсың, уже көп адамдарды, кино ортада адамдарды білесің, таңдап уже өзіңе сондай удобный атмосфера создавать етесің. Ну, енді бұрында Қай жылдары? бұрында киноларға алмай жүргенде любой киноға келісе беретінсің. Хоть эпизод 1-2 секунд көрсетсе де. Ал қазір уже таңдайсың. Әшім? Кейде болады. Басында бәрі күшті болып тұрады да, и какой-то момент ішіңдегі жанып тұрған бір творчествоңды, ол хрупкий нәрсе ғой, ол ренжіп қалған кезде сен желаниең кетіп қалады да, и
бекер келісіппін әйтпесе басында бәрі нормально еді неге мынандай болды ну енді ситуацияға байланысты әртүрлі ситуация болады содан исход жасайсың ғой. Ал сіздерде болды ма кино шықпай қалды? Да, Болды, иә. Болды, иә. было. Мне кажется, это самое обидное. Самое обидно, кейбір киноларға түсесің, сен жаның саласың. Ол жақта ешқандай маркетингпен, ешқандай сатумен айналыспайды. Кино өзімен өзі шығады. Өзімен өзі 2 апта жүреді, и бітіп қалады. Ол туралы ешкім білмейді, ешкім көрмейді. Бірақ сен ол жақта сен ғана емес, бүкіл команда сол жердегі жанын салып осы киноға түсейікші деп, әркім художнигі болсын, грима, костюмер, бәрі режиссер, актерлар жұмыс істейді, но почему-то сондай жағдайлар болып қалады дейді. Соған жүрегім ауырады мен. Иногда же бывает, бәрі кірісіп жаңағыдай түсіреді, да, но от поста очень многое зависит. Монтаж, постпродакшн. Но у меня ощущение, что все-таки маркетинг больше всего И играет. маркетинг тоже, да. Ну да, конечно. Сен бір зат ойлап тауып, оны ешкімге айтпай өзіңде ұстап отыра берсең, оны ешкім алмайды ғой, қызық қой. Еще анау обидно да, мысалға, жақсы киноға түсесің, көңілінен шығады, бәрі нормально болып жатады, жүріп жатады, постер шығып, ада қуанып жатасың, кино скоро шығады, премьерасы болады, анау деп жатасың да, астына. Фу, беспонтовый, одни и те же актеры деген кезде. Ойбай жұмысым ғой енді, мынау, неге олай деп қаласың да енді? Иә. Мысалға, неге Динара постоянно сен мынаны жүргізе бересің найт шоуды демейді ғой саған мысалға. Бізге обидно да ол. Иә. Бізде, кстати, да, маған олай айтпайды, кстати. Вот, видишь, бізге сөйтпайды, күнде айтады. Ой, хорошо быть одной. Келесі конкурс норм әлде стрём. Орысша сұрақтарды қоя берейін, иә? Иә. Целоваться по-настоящему в кино норм или стрём? Ну, я... Без языков? Ну как, в смысле? Ну, я пока не... Оның дәмін сезбесең қалай Всё, как можно это сымитировать, например? Я вот это не понимаю. То есть ты прям, когда... То есть ты когда целуешься в кино, ты прям... Ну, я не целовалась, как бы. У меня есть такой пункт, я не целую. А он-то сен неге онда норм дейсің? Ну, для меня норм. Ну, это нужно Хотя смотря с кем. С Мансом, например. А, норм. Екеу бар ма? Екі норм бере тұрыңдаршы. Менікі норм. Сабина, саған да норм, иә? Норм. Неважно с кем. Неважно. Любой. Любой. Даже там бомж болса да. Бомж болса да. Да. Хорошо. Егер Хорошо. ол роль сол нәрсені требовать етіп тұрса, одан ол сол нәрсемен ары қарай кино күшейіп кететін болса, ол нормально деп. А егер просто сүйісу әшейін... Ал сіздердің әйелдеріңіз қалай қарайды оған? Болды? Сөйлеспеппін әлі. Айтпайсың ғой енді жындыма. Енді кинода көріп қояды ғой. Кинода көреді ғой, ол кезде нормально ғой. Оған дейін айтсам болды хайбай ғой. Кинодан кейін хайбай бола берсін. Вот так, да? Хорошо. Келесі сұрақ. Гули, кешір. Вернуться к бывшему или к бывшей? Дұрыс көрсетіп тұрмын ба, да? Не знаю. В одну У реку кого дважды не войти. какой опыт? Зачем? Мы там уже были, все знаем. Давайте что-нибудь новенькое нам. Да. Пить алкоголь на площадке съемочной. Канал керек. Ойбай, кешіңдер, мынау екен ғой. Стрём. Стрём. А почему? Какие-то отличники здесь сидят. Норм, я думаю, норм. Допустим, вдруг я заболела. Вдруг мне надо согреться. Вдруг мы снимаем где-то там в 40-градусный мороз, и мне нужно выпить водку, допустим, с перцем, да, чтобы не заболеть. Нормально? Жоқ, это ол ғой енді, вообще андай... Типа просто, Андай... Просто шу, да? Ну нет, просто шу нет. Сол қандай екенін айтсаңшы. Да, Просто шу. Просто шу ма? Ну тогда стрём. Стрём. Да. А как часто актеры пьют на площадке просто так? Қазір өте аз. Я такого не видела. Қазір аз, да? На площадке актеры не Ну, пьют. раньше не знаю, бірақ қазір ондай почти. Но еще есть такие случаи. Не знаю. Ну, не знаю. Мен болған площадкада ондай көрген жоқпын, потому что мен өзім мас болғанмын десең бе. Хорошо. Келесі сұрақ. Быть милашкой в социальных сетях и токсичным человеком в жизни. Ну, а чё нет? Ол Инстаграмның өзі, былай алған кезде, көз бояушылық нәрсе да, бәрі әдемі өмір сүріп жатқандай, вообще қалтасы тесіліп жатса, кредиті кеп тұрса да бүгінше, айфон алдым, әдетедім, бүйттім, шетелдім, Дубайдам, дейбір далбасылап.
бірақ аяқты көт тесіліп жатады да қайырша. Я не про это говорю вообще. Сондай ғой, сол үшін не үшін? Я говорю про характер. Быть таким типа добрым, хорошим, а өмірде жаман адам болу. Ондай көп қой енді мен сол. Ну, саған норм, иә, сондай? Маған норм, иә, потому что мен өзім сондаймын. Көп, но это не только касается публичных людей, это в целом есть в жизни. Есть люди, которые, допустим, с определенными людьми ведут себя очень nice, а с другими, типа... Вот когда ты видишь такое, как ты себя ведешь потом? Я с такими не общаюсь, в смысле, в моем окружении нет таких людей. Таких нет, да? Нет. Гульназ? Ну, я очень избирательна, я в последнее время стала интровертом, поэтому как бы в моем окружении таких людей нету. Ну, и как бы я очень тяжело сближаюсь с людьми. А почему ты стала интровертом? Ну, это декрет. Тренд. Я интроверт. Это модно. Жоқ, шынымен де мен прям дейтін. Ну, это декрет, да, это последствия Декрет, декрета. да? И как бы, да, вот. Нет, өте көп ондай, например, даже блогерлардың арасында. Деп жүреді да, инстаграмда өмірде онша емес болып көрді. Онда немене стрём деп отырсың да бәрін далбасалап? Жоқ, мен енді оған нормально қарамаймын. Мен, например... Нет, это же твое отношение. Инстаграмда, например, мен майысқақ сөйтіп айтады да, енді бірақ мен өмірде де майысқақпын да, еркемін. И сөйтіп бірдей болу керек деп ойлаймын. Жалпы өзің токсичный болмайсың, иә? Ешқашан? Ешқашан. Ну, хорошо. Ашым? Стрём. Себебі стрём. Келесі сұрақ. Отказаться от съемок в последний момент. Покажи. Типа сен өзі ішесің, да, Манс? Потому что өмір несправедливый. Мен не үшін справедливый болуым керек? Енді жоқ, қалжың ғой, бұл негізі просто ол ситуацияға байланысты. Жоқ, получается, сен біріншіден келісесің, айтасың, я, мен келемін. И өзің келмей қалатын. Я, потом в последний момент ты говоришь, ой, что-то я передумал. Жоқ, ондай жоқ менде. Ондай жоқ, да? Ондай жоқ. Сен, получается, сөзде тұрасың. Тұрам, Алла. Всегда. Всегда. Маржан біледі ғой. Мен егер бір нәрсе атқаратын болсам, бір нәрсе ответственность алатын болсам, мен оған өте ұқыпты қараймын. Особенно біреудің заты болса. Өзім затыма өйтіп қарамаспын. Біреуге обещание бердім да, мен өліп қаламын, оны істеуім керек. Мақпал? Я думаю, что это в целом как бы зависит от ответственности человека. Я в этом плане... Гиперответственна. Да, я гиперответственна, потому что у нас же чуть-чуть другая сфера, концерты, ты там не можешь отказаться в последний момент. Я выходила в разном состоянии на сцену, и с температурой 40, и у меня вот так голова трещала, давление было, но ты не можешь отказаться от этого. Ты не можешь подвести, в общем, да. Ты не можешь сказать, мне Даже плохо. если плохо, да? Даже если плохо. Ну, конечно, если я там не свалюсь, там, простите, можно я завтра отработаю, как бы, да? Ну, пока такого ту-ту-ту не было. Гүлназ? Мен де Мақпалдың айтқанына қосыламын, себебі түсірілім тобы деген ол үлкен команда, қаншама адам келеді таңертең жұмысқа. Ол және де қаражат, локация, техника, камера, оның бәрі бір күнге кеткен. Мысалы, сен келмей қалсаң, басты актер болсаң, яғни бұл түсірілімнің бюджеті ұлғаяды. Әрине әртүрлі жағдайлар бар, бірақ та мен де ауырып тұрсам да түсірілімге шыққан күндерім де бар, скоро мен кеткен күндерім де бар. Және сол жауапкершілікті сезініп тұрған кезде қанша жерден ауырып тұрсаң да қандай жағдай болса да келуге тырысасың, барлық шаруаларын бітіріп. Ну, это вот мы сегодня обсуждали в аэропорту. На съемках, я была на съемках, у меня ребенок заболел, сын, у него была 40 температура, и у меня нет возможности просто сорваться и поехать к нему. Его повез папа в больницу, они легли в больницу. В общем, я после съемок с ужасным гримом поехала в больницу, что врачи испугались меня. Ну, в общем, такое бывает тоже. Даже что касается детей, ты не можешь себе позволить такую роскошь, как просто сорвать съемки. Это невозможно. Бізде осы 14 күн фильмінде де болды, Гүлназдың баласы ауырып қалды тоже, съемка. Ойынның бәрі балада болса да, сен все равно до конца площадкада. Просто шықпайсың, да? Таңға дейін түсірдік қой, таңға дейін до конца болды ғой, мысалы, әйтпесе іші алар сұрып тұр ғой, бала Это тяжело, тяжело. И сондай моменттер болады енді қайтесің. Сабина, ты тоже человек слова. Стрём, конечно. Ответственный, да, человек? Ответственный. Ашым?
ол біріншіден не профессионально. Сен өзіңе деген, қоршаған ортаңа деген. Неуважение Сондықтан неуважение дұрыс емес нәрсе. Ондай адамдар ұнамайды маған. То, что вы приехали сегодня специально из Алматы, это говорит о том, что вы ответственные люди. Без опозданий. Я это заметила. Да. Арамызда кімнің жоқ екенін көріп тұрсың өзің? Я, Қанат. Ну, ясное дело. Кстати, Қанат, всегда так делает. Не, он не так делает. Нет, он не так делает, он по-другому делает. Он ответственный очень. Просто он очень сильно занятой человек. Да, просто он любит деньги. Ну, А кто их не любит? Отбасын, бәріміз любим ғой. Кто не любит деньги? Вы не любите деньги? Асырап жүрген азаматтардың бірі ғой, ұйқы көрмей, үйін көрмей, мысалға ше. Мен шынымен Қанат осы жерде площадкада таныдым ғой енді, дастархандас болдық, бірге жүрдік, ауылда болдық. Өте керемет жігіт. Босқа дос болып жүрген жоқ. Жұмысына деген жалпы талант жігіт, өте талант жігіт. Құр жатпайды, бос жатпайды, бірдеңемен ілестіріп жіберу, қостырып жіберу, бірдеңе шығару. И жалпы әдеби қазақи тілге өте бай жігіт кәдімгі шынымен ше. Арасында кейде андай болады, диалогтар келмей қалып жатады. Қанат дейді режиссер, Қанат шақырып алады. Мына жерде қалай айтуға болады дейді. Қанат айтып отырады соның бәріне ше, сөйтіп өте күшті керемет. Керемет. 21 тамызда біз бәріміз киноға барайық. 14 күн фильмін көрейік, Я думаю, что у вас будут хорошие сборы, потому что у вас прекрасный актерский состав. И мне очень понравился тизер. В нашей стране семейная тема, мне кажется, она очень такая триггерная, да? И вот в этом фильме можно увидеть как раз себя и проблемы, да, свои семейные. Я думаю, каждый может себя увидеть в каждой роли. И в каждой периоде, да, потому что разный период отношений. Нас, ты видела себя, вот когда снималась? Ну вот что, себя, ты же тоже жена. Мен дейтін тек қана Мансұрмен түстім, біздің тек бір линиямыз болды, мен қыздарды көрген жоқпын. Мы не пересекались с девочками на съемочной. У нас разные были съемочные дни. Но Махпал, по-моему, играет какую-то истеричку, да? Посмотрите фильм. Не, нормальную истеричку. Да? Посмотрите фильм, да, нет. Это, знаете, настроение женщины всегда зависит от того, насколько мужчина рядом с ней правильный. Если женщина истерит, значит, мужчина что-то ей не додает или не понимает. Гульнас, у тебя какая роль была? У тебя там тоже, кстати, есть там такие, по-моему, да, выяснение отношений, да. Есть. Мен Мансұрдың кейіпкерінің әйелімін, көп спойлер айтпай ақ қояйын. Бізде сондай қазіргі уақытта актуалды процесстер өтіп жатады арамызда. Выяснение отношениялар бар, әртүрлі проблемалар бар, ортамызда қызымыз бар, және сол қызға қатысты әртүрлі мәселелер бар. Өте қазіргі уақытта өте өзекті деп айтсақ та болады. Және де фильмнің ең сондай күшті бір точкасын қоятын моменттері осы біздің отбасымызға байланысты. Я? Ну не знаю. Сабина, вы в паре с Ашимом, да? Мен қандай әйелмін кинода күйеу үшін өзінің құрбандыққа шалатын әйелдер болады, бала туа береді, үйде отырады. Сондаймын. Бірақ мен өмірде вообще ондай келіспейді ғой, бірақ сөйтіп істеп қойған. Ұнады ма саған сен рөлін? Иә, ұнады. Мен өмірде ондай емеспін ше. Но енді кино. Өмірдің бәрі кино. Өзің кейіпкеріңді жақсы көріп түсіну керексің ғой. Жоқ, мен біліп тұрмын ғой, но мен өмірде олай қаламайтын едім деймін. То есть этот фильм получается вообще про семейные ценности? Да. Да. Про семейные ценности, про дружбу. Арасындағы бытовой темалар бар. Отношения. Бөліс алмайтын нәрселер бар. Бір-бірін уже булит етіп, әбден бір-біріне шаршаған нәрселер бар. Туысқандардың араласып кететін. Ну, можно сказать, что, например, если семейная пара на грани развода, она придет на этот фильм, и после этого задумается, и все у них будет хорошо. Возможно. Ондай да бар. Сосын, мысалға, кезінде мектеп кезінде дос болып жүріп, арасынан біреу байып кетіп, достарын ұмытып, тәкаппарланып, басқа бір жолға түсіп кететін жігіттер бар ғой. Иә. Соларға да бір кішкене сабақ болатындай айтар ой көп кино. Бұл жерде сосын көзқарастардың келіспеушілігі ғой, қарама-қайшылығы. Мысалға, үш дос болса, үш достың
отбасына деген көзқарастары үш түрлі, бала шағасына деген көзқарастары үш түрлі, жалпы өмірге деген көзқарастары үш түрлі. Бірақ бұлар өмір, бұларды класстас қылып қойды, бұлар дос болды. И сонымен кездесіп, бір-бірінің шындығына бір-бірін алып кеткісі келіп жатыр, бірақ бір-бірін тыңдамайды. Жалпы бұл кино сонда терапия сияқты, иә? Не знаю. Больше... Я думаю, да. Это больше, ну, да. Любой кинода сондай нәрсе бар ғой. Но мне кажется, это больше душевный фильм. Бұл кино жалпы адам арасындағы қарым-қатынасты, кез келген қарым-қатынасты, ерлі зайыптының, достардың деген қарым-қатынасты өте қыр-қырынан суреттейтін кино. В общем, вы рекомендуете сходить? Обязательно, міндетті түрде. Иә, рас айтар ойы көп, шынменше өте, шынмен айтар ойы көп, айтар бақыты көп, и бір душевный кино шықты деп ойлаймын, потому что біз процесс кезінде жүрген кезде шынымен өзіміз қимай қоштастық, мысалы. Назовите одну причину, ради которой человек должен пойти на этот фильм. Мен үшін. Самовлюбленность зашкаливает. Да, ертең третісте хейт болам, сонда да. Я вас просто люблю. Мақпал? Мен бұл киноның алғаш рет синопсисын естіген кезде көз жасымды тия алмай қалдым. Вот так он меня тронул. Я думаю, что он тронет каждого. Сабина? Бұл кино барлық эмоцияны да шығарады деп ойлаймын. Адам киноға барған кезде біреу уақытын өткізу үшін барады, біреу көңіл көтеріп қайту үшін барады, біреу мысалға әртүрлі киноны көргенде әртүрлі эмоция алады. Мен бірақ нәрсені айта аламын, келген көрермен бұл киноны көргеннен кейін бейжай қайтпайды деп айта аламын. Ол өзіне керегін алып, іші эмоцияға толып, күлетін жерінде күліп, менің ойымша ол келген адам пустой болып кетпейді. Біздің берген жарығымызды ішіне сақтап алып кетіп, үйде сонымен өмір сүреді. Вот. Друзья мои, 27 августа идем во все кинотеатры смотреть фильм 14 дней, он 4 күн. Ну и напоследок хочется узнать, кто из вас все-таки сильнее, Ашым или Мансур? Ойбай, ол понятно ғой, айтпай ақ оны. Давай Курик. Курик Иногда мақұл. худые люди, знаешь, выигрывают. Просто ол иногда деген тема жоқ, потому что Кореяда жүрген кезде Ашым мынандай сындырып тастаған ғой. Кәрістер тұрады да, ооо, ая дейді да. Әшім тұрып, бұрып сындырып тастайды да, ооо деп аналар таңғала береді ше. Студент кезде Ромео Джульетта мюзиклымен ағайымыз қойып, Кореяға барғам сол кездегі әңгіме. Жарыса, мен сол ақаймын ғой. Мен мияқтан ұрамын ғой онда. Я прям Аллах! Жеткізе алмай позор болып отпайыңыз? Назымға жете алмай қалғаным ше. Так, ну я думаю, что Ашым сейчас побьет рекорд Назым Казайбай. Позор болып отпайыңыз, мыңнан асамай. Вау! Практически. Рядом, нормально. Әшім зато менен озды. Назымнан озбай қояқ, Назым біздің елімізді әлемге танытып жүрген. Я чемпион. Үш дүркін әлем Профессиональный боксер. Ну, в принципе, боксқа тоже можно баруға, потому что у вас практически рядом. Да. Назым 48 килограмм. Спасибо большое, что арнайы Алматыдан келдіңдер. Я желаю вашему фильму удачи, и пусть он соберет как минимум 2 или сколько, или 3? 3,5. 3,5. Потому что мен процентім бар, өжеде жан, пожалуйста. 3,5 миллиарда тенге. Аумин! Аумин!